Жетінші сабақ хәл нағам лә деген жауапқа байланысты енді жаттығулары, иә. Енді мына жерде мынау карта ғой, соны сұрап қояды. Хәл хәзихи харита? Бұл карта ма? Нағам хәзихи харита. Иә, бұл карта. Дәл сол секілді мына мысалдарды дәл осы формаға қойып жазып көресіз. Алямун деген ту, қомарун деген ай, хәтифун телефон, добитун полиция, назаратун көзілдірік, тәмрун құрма. Енді келесі мысал жаттығуы. Мысалға қоламун мен китабун деген сөз берген. Хәл хәза қоламун, лә хәза китаб деп айтты, иә. Бұл қалам ба? Жоқ, бұл кітап. Дәл сол секілді хәл хәза тәмрун, лә хәза зәйтун. Яғни бұл құрма ма? Жоқ, бұл зәйтун. Хәл хәза доллар, лә хәза риал. Яғни бұл доллар ма? Жоқ, бұл риал. Хәл хәзихи висада, лә хәзихи назара. Бұл көпшік пе? Жоқ, бұл көзілдірік. Хәл хәзихи Фатима, лә хәзихи Айша. Бұл Фатима ма? Жоқ, бұл Айша. Енді келесі мысал, хәза китап деп тұр, иә. Бұл кітап. Оған сұрақты қалай қоямыз? Мына жердегі бір сұрақты қою керек. Мысалға, мә хәза. Яғни бұл не? Бұл кітап. Одан кейін хәзихи тобиба деп тұр. Бұған сұрақты мән деп қоясыз, өйткені ол тобиба деген дәрігер ғой. Бұл кім? Бұл дәрігер. Келесі жауабы нағам хәзихи ғассала. Иә, бұл кір жуғыш машина. Сұрақ хәл хәзихи ғассала. Бұл кір жуғыш машина ма деп қойылады. Енді хәл хәза добит. Яғни бұл полиция ма? Лә хәзихи тобиба. Жоқ, бұл дәрігер. Сосын келесі сандар. Енді 11-ді ахады ашара, 12 исне ашара, 13 сәләсәті ашара, 14 әрбәғаты ашара, 15 хамсаты ашара. Және мына сандарды реттік бойынша мына жерге жазып шығу керек. 13, 10, 9, 6, 15, 8, 12, 7, 11 және 14. Және мына жерге орындарына қою керек. Арбағаты ашара бод. Сәләсәті ашара, хамсаты ашара, ахады ашара, исне ашара. Яғни жаңа сандарды айттық қой. Арбағаты ашара 14, сәләсәті ашара 13, хамсаты ашара 15, ахады ашара 11, исне ашара 12.